Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен банофи пай атты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирогтың бір ерекшелігі ол пешсіз және оңай дайындалады. Бізге осындай печенье қажет болады. Ең алдымен осы печеньені блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Ал егер де сізде блендер болмаса, онда печеньені целлофанға салып, оқтаумен үгітсеңіз де болады. Мен бұл жерде крекерді пайдаландым, ал оригинал рецептте печеньені қолданады. Негізі южный кофе деген печеньені пайдалансаңыз өте дұрыс. Енді осы массамыздың үстіне алдын ала ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап күрекшенің көмегімен бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Бұл бізде пирогымыздың қамыры болады. Пирогты жинастыратын формамызды дайындап аламыз. Менің формамның диаметрі 22 см. Мен осылай форманың астына фольганы төсеп алдым. Себебі қазір біз пирогты жинаған кезде асты бір тегіс және түзу жиналсын деген мақсатта. Бірақ бұлай жасау міндетті емес. Енді осы массамызды жақсылап формамызға жайып шығамыз. Мен бірінші осылай лопатканың көмегімен жайып шықтым. Сонан соң стаканды пайдаландым. Негізі стаканмен жасасаңыз, асты бір келкі түзу болып шығады. Бірінші осылай астын жасап аламыз. Сонан соң пирогтың бортиктерін жасап шығамыз. Қамырымыз дайын болған кезде оны тоңазытқышқа 1 сағатқа салып аламыз. Себебі пирогты жинастырған кезде ол өзінің формасын жақсы ұстап тұру қажет. Кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын сливкеге қант ұнтағымызды қосып миксерлеп аламыз. Әдеттегідей миксердің жай жылдамдығынан бастаймыз. 3-4 минуттан кейін жылдамдықты қаттыға қойып, жақсылап бір келкі тұрақты крем пайда болғанша миксерлейміз. Біздің креміміз дайын, ол осылай өзінің формасын жақсы ұстап тұру қажет. Енді осы қамырымыздың үстіне вареная сгущенканы саламыз. Мен осылай бөлме температурасындағы сгущенканы пайдаландым. Ал егер де сіздіңкі тоңазытқышта болатын болса, онда оны алдын ала микротолқынды пеште немесе газда ерітіп алсаңыз болады. Сол кезде ол ыңғайлы жағады. Енді осылай вареная сгущенкамызды бір келкі етіп жағып шығамыз. Және осының бетіне бананды дөңгелетіп турап, бір келкі етіп жайып шығамыз. Енді банандардың үстіне кремді орналастырамыз. Мен осылай кремді насадканың көмегімен орналастырдым. Сол кезде әдемі болып көрінетін болады. Менің насадкамның номері 333. Егер де сізде насадка немесе кондитерлік қап болмайтын болса, сіз кремді бір келкі етіп жағып шықсаңыз да болады. Пирогымыз дайын. Енді оны тоңазытқышқа 3-4 сағатқа жібереміз. Пирогты тоңазытқыштан алғаннан кейін мен оның бетіне шоколадты теркадан өткізіп осылай сеуіп шықтым. Сол кезде біздің пирогымыз одан да аппетитті болып көрінетін болады. Біздің торт пирогымыз өте дәмді болып шығады. Дәмі басқа пирогтардан өзгеше, себебі оның құрамында карамель, банан, крем болғандықтан өте ерекше болып шығады. Сіздерге рецепт ұнайды деген сенімдемін. Егер де рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім.